Бұл қара файл. Мұнда шындық жасырылмайды. Ал кейде ол тым кеш ашылады. В 5:30 утра 19 июля родился сынок. 2023 жылдың 19 шілдесі, таңғы 5:30. Ол дүниеге келді. Міне ол. Скорее всего, Мирош. Атын Мироша деп қояды. Босану кезінде Александр әйелі Миленаның жанында болды. Оған қолдау қажет еді. Екеуі де қатты уайымдады, өйткені бұл керемет сәт еді. Көп жылдан кейін олардың тұңғышы дүниеге келді. Енді олардың отбасы. Былай айтқанда, нағыз бақытты отбасыға айналу керек еді. Бұл бақыт олардың Мәскеудегі табысты өміріне қосылды. Александр бұрын орталық банктың қызметкері болған. Қазір басқа банкте жоғары қызметте. Ал Милена шетелдік компанияда топ-менеджер. Жалақылары жақсы, пәтерлері бар, және міне, олардың ұлы Мироша дүниеге келді. Әкесі оны өте нәзік ұстап тұр. Шаршаған, бірақ өте бақытты. Және мақтаныш сезімі анық байқалады. Ал бұл сол Александр, бір жылдан кейін. Ол 16-шы қабаттағы терезеде тұр. Төменде оның әйелі мен баласы жатыр. Және мұны жасаған өзі. Бұл көріністі көргендердің бәрі бір ғана сұрақ қойды. Қалайша Александр осындай құбыжыққа айналды? 2024 жылдың 25 тамызы. Таң. Мәскеу. Лефортово парк тұрғын кешені. Әдетте бұл жерде тыныш. Жақсы адамдар тұрады. Бірақ сол күні тұрғындар 16-шы қабатта болған сұмдықты көрді. Толығымен жалаңаш ер адам терезеден өзінің ұлын және әйелін лақтырып жіберді. Бұл шамамен таңғы 9:00 болды. Бір сағаттан кейін Миленаның анасы Иринаға қоңырау шалынды. Ол Барнаулда тұрады. Маған бір қыз қоңырау шалды. Айтыңызшы, сіз Тиганова Иринасыз ба деді. Мен иә дедім. Милена, сіздің қызыңыз ба? Мен иә дедім. Ол айтты. Сіз әлі ештеңе білмейсіз бе? Мен оны алаяқ шығар деп ойладым. Тұтқаны қоя салдым. Бірақ кейін интернеттен іздей бастадым. Сағат шамамен 10:00 болды. Мен көрдім. Менің қызым жөте жатыр. Мен бәрін көрдім. Бірақ сенгім келмеді. Бұл мүмкін емес сияқты еді. Сол күні таңғы 7:00 шамасында көршілер біртүрлі дыбыстарды естіген. Әдетте бұл отбасы тыныш болатын. Бірақ сол күні олардың арасында дау болған сияқты. Айқай емес, бірақ қатты дауыстар естілген. Сосын терезеден бірдеңе құлаған дыбыс. Бір әйел айтады. Мен ас үйде отырдым. Таңғы ас ішіп отырдым. Бір кезде сырттан біртүрлі дыбыс естілді. Қыста қар тазалағандай дыбыс. Сосын тағы бірдеңе құладады. Мен терезені аштым. Алдымен баланы көрдім. Ол асфальтта жатты. Айналада заттар шашылып жатқан. Ал бастапқыда маған 2 манекен жатқандай көрінді. Липатовтар Мәскеуге Барнаулдан көшіп келген. Бұл эмоциямен қабылданған шешім емес. Бұл жоспарланған қадам. Екеуі де жоғары деңгейдегі мамандар болған. Александр орталық банкте. Милена ірі кәсіпорында менеджер. Миленаның 2 жоғары білімі бар. 3 тіл біледі. Мәскеуге келген соң Александр жұмысын жалғастырды. Ал Милена Хайникен компаниясында жетекші менеджер болды. Олар бақытты өмір сүріп жатқандай көрінді. Достарына әдемі суреттер жіберетін, серуендейтін, демалатын. Мәскеуде қиындық болмаған. Олардың өмірі тұрақталған кезде балалы болу туралы ойлады. Милена 35 жаста, Александр 38 жаста. Алғашында Александр бала қаламаған. Милена қатты қалаған. Бұл оның арманы болған. Ұзақ уақыт бойы ем қабылдады. Ақыры бала дүниеге келді. Бұл көптен күткен, армандаған бала еді. 2024 жылдың 25 тамызы. Аулада адамдар бір жасар баланы көреді. Барлығы түсінеді, оны құтқару мүмкін емес. Ол жай ғана құлап кеткен жоқ. Оны лақтырып жіберген. 1 минут өтпей жатып Миленада құлайды. Және ол да терезенің дәл астына емес, алысқа түскен. Бұл үлкен күшпен лақтырылғанын көрсетеді.
Тергеушілер кейін бәрін анықтады. Пәтерге бәрі қираған. Александр бәрін төңкеріп тастаған. Терезенің жанында Миленаның шаштары табылған. Бұл оның соңына дейін қарсыласқанын көрсетеді. Көрші айтады: мен пәтерге кірдім, 2 кісілік ауыр төсек бөлменің ортасында тұрған. Мен әлі түсінбеймін оны қалай жылжытқан. Терезенің жанында қан болған. Іздер адам ұстап қалуға тырысқандай. Милена соңына дейін күрескен. Бірақ Александр күшті болған. Ол оны жеңген. Сосын заттарды терезеден лақтыра бастайды. Техника, ақша. Сосын өзі жалаңаш кейде терезеге шығып айқайлайды. Куәгерлер: ол өте оғаш әрекеттер жасады, айқайлады. Полиция келгенде ол өзін де лақтырмақ болған. Оқиғадан кейін аулада полиция мен жедел жәрдем. Александр біраз уақыт терезеде тұрды. Төменге қарап тұрды. Кейде басын шығарып, не болып жатқанын бақылап отырды. Сосын жайлап, сақтықпен пәтерге кіріп кетті. Полиция есікті қағып ашуын сұрады. Бірақ ол жауап бермеді. Есікті ішінен бекітіп алған. Тек бір ғана жол қалды. Есікті бұзу. Тұрғындар чатына хабар тарай бастады. Штурм болады, үйден шықпаңыздар. Полиция ішке кіргенде Александр жартылай ессіз күйде болған. Оны зембілмен алып шықты. Бетінде оттегі маскасы. Қолында кісен. Оны Склифосовский ауруханасының реанимациясына апарды. Алғашқы болжамдар пайда болды. Есірткі, алкоголь, белая горячка. Куәгерлер: ол тірі ме? Қара, оны кісендеп жатыр. Александр өзін дұрыс ұстамады. Қимылдары ретсіз болды. Сарапшылар: бұл интоксикация кезіндегі психоз болуы мүмкін. Қазіргі синтетикалық есірткілер эйфория емес, паранойя, агрессия береді. Және көбіне адам ең жақын адамдарға зиян тигізеді. Бірақ кейін шындық басқаша болып шықты. Сараптама нәтижесі: қанда есірткіде, алкогольде жоқ. Бірақ антидепрессанттар табылды. Пәтерден осы дәрілердің бос қаптамалары шықты. Және бір түрлі суреттер, бір түрлі жазулар. Барлығы оны ақылды, сабырлы, білімді, креативті деп сипаттайтын. Ол спортпен айналысқан, футбол, волейбол ойнаған. Банк жарыстарында командасы жартылай финалға дейін жеткен. Бірақ ең жақын адамдар ғана бір нәрсені білетін. 2019 жылы оның жекесі сыр берді. Бұл Мәскеуге көшкеннен кейін 2 жыл өткен соң болды. Оған жоғары қызмет ұсынылды. Ол бәрінде ең жақсы болуға тырысты. Өзіне тым көп жүк артты. Нәтижесінде ұйқысыздық, паникалық шабуылдар, тұрақты стресс. Милена уайымдады. Анасы дәрігер болғандықтан сол көмектескен. Александр Барнаулға қайтқан. Бірақ ешкім бұл жағдайды қауіпті деп қабылдамады. Сырт көзге бәрі жақсы. Ішінде күйзеліс. Журналистердің айтуынша, ол кейде себепсіз, еденге жатып, басын ұстап айқайлайтын. Бұл жай паникалық шабуыл емес еді. Бұл әлде қайда ауыр жағдай болуы мүмкін. Қайғылы оқиғаға дейін бірнеше күн бұрын Александр әріптестермен кафеде отырған. Олар дін мен философияны талқылаған. Сол кезде оның санасы өзгерді. Ол айтты: маған аян келді. Менің миссиям бар. Дауыстар оған әлемді құтқару керек екенін, матрицаны басқару керек екенін айтқан. Ол үйге келіп Миленаға бәрін айтты. Милена сұрады: саған көмек керек пе? Бірақ ол бәрі жақсы деді. Түнде жағдай нашарлады. Ол періштелер мен жындарды көрді. Заттардың түсі өзгерді. Қосымша шындық сияқты нәрсе пайда болды. Ең қорқыныштысы дауыстар. Олар оған бұйрық берді. Таңертең ол серуенге шықты. Сол жерде ол түсінді.
Бүгін жақсылық пен жамандықтың соңғы шайқасы. Өзі жақсылық жағында. Үйге қайтты. Милена, баланы қарап тұршы деді. Бірақ сол сәтте ол толық психозда болды. Ол әйелін қауіп деп санады. Дауыстар оған: Милена, шайтан, бала, шайтанның баласы деді. Сосын ол жою керек деген шешім қабылдады. Оқиғадан кейін Александр ауыр жағдайда болды. Комаға түсті. Кейін есін жиып, қайтадан агрессия көрсетті. Оны байлап қоюға тура келді. 4 күннен кейін сотқа келінді. Ол өзін қалыпты ұстап тұрды. Тіпті камерадан бетін жауып отырды. Бұл оның жағдайды түсінетінін көрсетті. Ол қамауға алынды. Тергеу кезінде ол айтты: мен есімнен адастым, дауыстар болды. Ол көктемде жұмысын ауыстырған. Жасанды интеллектпен байланысты жобамен айналысқан. Ол өзін ерекше адам деп сезіне бастаған. Александр Липатов қамауға алынды. Оған аса ауыр айып тағылды: әйелі мен баласын өлтіру. Мұндай қылмыс үшін Ресейде өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы берілуі мүмкін. Ол сот психиатриялық сараптамадан өтті. Сотта ол өзін тыныш ұстады. Камераны көргенде бетін қағазбен жауып отырды. Бұл оның не болып жатқанын түсінетінін көрсетті. Бірақ осы жерден бастап бәрі бұлыңғыр. Ресми ақпарат өте аз. Журналистер әртүрлі нұсқаларды айтады. Деректер бір-біріне сәйкес келмейді. Ең маңызды сұраққа нақты жауап жоқ. Оған нақты қанша жыл берілді? Немесе ол түрмеге емес, психиатриялық емге жіберілді ме? Бұл оқиға жай ғана қылмыс емес. Бұл адамның ішіндегі көзге көрінбейтін күйреу. Сырт көзге бақытты отбасы, табысты өмір, сүйікті бала. Ал ішкі әлемде толық күйреу. Бір сәт бәрін өзгертті. Бұл қара файл. Мұнда шындық әрқашан ауыр. Ешкім білмейді адамның ішінде не болып жатқан. Сондықтан кейде ең қауіпті адам ең қалыпты көрінетін адам.